оқырмандар және әлеуметтік желі көрермендері. Бүгін кітап әлеміне саяхат айдарында сіздердің назарларыңызға үйшік ертегісін ұсынғым отыр. Бұл орманда болған оқиға еді. Ашық алаңқайда кіп-кішкентай ескі үйшік тұрған. Бірде оның қасынан жүгіріп өтіп бара жатқан тышқан көреді. Тышқан тоқтап: "Сүп-сүйкімді кіп-кішкентай, бұл үйшікте кім бар?" деп сұрайды. Ешкім жауап қайтармайды. Тышқан бос үйшікке кіріп, осында тұрып жатады. Біраз уақыттан кейін үйшіктің маңына секіріп бақа келеді. "Сүп-сүйкімді кіп-кішкентай, бұл үйшікте кім бар?" "Мен тықырлауық тышқанмын, ал сен кімсің?" "Мен бақылдауық бақамын. Кел, бірге тұрайық." Бақа бақылдап үйшікке секіріп кіреді. Тышқан екеуі тіл табысып бірге тұрады. Енді үйшік қасына ытқып қоян да жетеді. "Сүп-сүйкімді кіп-кішкентай, бұл үйшікте кім бар?" деп сұрайды. "Мен тықырлауық тышқанмын. Мен бақылдауық бақамын, ал сен кімсің?" "Мен қорқақ қоянмын. Кел, бірге тұрайық." Қоян да үйшікке кіреді. Осылай үшеуі бірге өмір сүре бастайды. Алыстан бұл үйшікті түлкі көреді. Ақырын басып, жақын келіп, терезесін қағады да: "Сүп-сүйкімді кіп-кішкентай, бұл үйшікте кім бар екен?" деп сұрайды. "Мен тықырлауық тышқанмын. Мен бақылдауық бақамын. Мен қорқақ қоянмын, ал сен кімсің?" "Мен қу түлкімін. Кел, бірге тұрайық." Үйшіктен түлкіге де орын табылады. Достар енді төртеу болды. Үйшікке тілі салақтап, айналасына алақ-жұлақ қарап, қасқыр жетеді. Ол есікті қағып, қырылдаған даусымен: "Бұл үйшікте кім бар?" деп сұрайды. "Мен тықырлауық тышқанмын. Мен бақылдауық бақамын. Мен қорқақ қоянмын." "Мен қу түлкімін, ал сен кімсің?" "Мен сұр қасқырмын. Кел, бірге тұрайық." Қасқыр қысыла-қымтыла ішке кіреді. Әйтсе де кіп-кішкентай үйшікке бесеуі де сыйып кетеді. Барлығы қосылып ән айтады, тату-тәтті өмір сүреді. Бір күні жидек теріп жүрген аю үйшік тұрғындарының салған әнін естиді. Ал үйшікке жақын келіп, бар даусымен: "Сүп-сүйкімді кіп-кішкентай, бұл үйшікте кім бар?" деп ақырады. "Мен тықырлауық тышқанмын. Мен бақылдауық бақамын. Мен қорқақ қоянмын. Мен қу түлкімін. Мен сұр қасқырмын, ал сен кімсің?" "Мен қорбанбай аюмын." Құрметті оқырмандар, ал әрі қарай не болғанын білгілеріңіз келсе, біздің ұлттық және шетел әдебиеттер бөліміне келіп оқи аласыздар. Сіздерге есігіміз әрқашанда айқара ашық.